Жолдағы тәртіпті қалыпқа келтіреміз, одан қаза табатын азаматтарымыздың санын азайтамыз деп жолға жылдамдықты өлшейтін камераларды көбейттік. Орташа жылдамдықты өлшейді, тіпті қазір енді көліктердің төбесінен дронмен төніп тұрып, олар тәртіп бұзды ма жоқ па анықтап жатырмыз, айыппұлды арттырып жатырмыз, бірақ өкінішке орай бұдан жол апатынан зардап шеккендердің саны азаймай тұр. Бір дерек, 2023 жылы жол көлік оқиғасынан 1984 азаматымыз көз жұмса, 2024 жылы 2452 азаматымыздан айырылды. Яки Қазақстанда күн сайын 6 азамат жол көлік оқиғасынан қаза тауып жатыр деген сөз. Бірақ енді бұның барлығы мынау жүргізушілердің кесірінен деуге болмайды. Бұл жерде сапасыз жолдардың да салдары өте көп. Мәселен, қолда бар дерекке сәйкес, міне ұлттық жол активтері сапасы орталығы 2025 жылдың 6 айының өзінде 3565 ақаулық тапқан жолдардан, яки сапасыз жолдан. Сондықтан екі министрліктің өкіліне екі сұрағым бар. Біріншіден осы ішкі істер министрлігі мен көлік министрлігі жол көлік оқиғаларының санын азайту үшін бірлескен қандай жұмыстар жасап жатыр, одан нәтиже бар ма? Екінші, осы жолдағы апаттылықты азайту үшін бізденді жол учаскелерінің өте қауіпті жерлері бар ғой. Сол жерде жұмыс істеген жол салатын компанияларға ішкі істер министрлігінің қандай да бір ескерту айтуға, қандай да бір талап қоюға уәкілеттілігі мүмкіндігі бар ма, жоқ па?